Әкесі осылар. Осылардың әкесі. Да, мынандай қоянды бірінші көріп тұрмын, үлкен қоянды, мындай нең қоянды бар. Игрушка сияқты. Ішті де? Қоянның етін жейді ғой, да? Жейді ғой. Шақырым диабеттің бірінші ет осы. Амна кішкентайлары қанша? 3 мың, 4 мың, 5 мың. Олар андай бөліне ме, андай порода ма қалай? Осы тұрғанның неше түр порода? Бәрі сіздікі ма аға? Не жеп отыр, шөп жеп отыр. Либойный, шөп берсін, либойный. Шөп жейді. Әне, анау ақ ұрғашысымен бірге. Міне, порода, халық қойдың пара. Ол менен үйде Ғаламат, мынау қайт. Алырды ма қайсын алады? Смотрите, Мынаның түрін Почем где-то аншили? Мына болы. Мына болы. Мына болы қашып кетеді ғой қазір. О, мына. Куда, продаете? Или домой собираетесь? Продаем? Покупает он? Қаншадан алып отырсыз аға? Мына қаншадан алып отырсыз? Үйіне жиналып отыр ғой. Сатып отыр. Үйіне кетіп бардыр екен. Мына үлкен қоян. Менен ғой. Неше кило анау? 6 кило болып қойма. 10 мың де. Sonra мынаны сойып жейді ме енді, мынау ет қой қазір тұрғанда. Неше кило қазір? 6 келі өлген жерді бар. 5-6 кило болады. Қоянды баққанда не үшін ол? Не қызығы бар? Қандай пайдасы? Ет үшін бақпайын ба? Етке ме? Ана көжектерін көбейтеді соған, да? Ұсталып қоян бағып қойсам, бізге үшін 50 болады. 50 сатсам бізге ет береді. 3 қоян ба? Қалай? Туғанда үстіне туғызсам қанша болады сонда? Әрқайсы 30-дан туғызса 90 туып бермейміз. 30-дан туады? 10-дан туады, 15 кесін туады. Бір туғанда 10-15 туа ма? Мә. Тез көбейетін сияқты, да? Мә. Алатындарға не қалатын сақ 10 мың. Қайда көрі? Міне парысы осыларын балдар. Қоян да тез көбейеді екен. Да? Қоян не 10-15-тен аз дегенде 8-ден туады дейді ол. Атырауда бар ғой. Атырауды затпай ма не? Жоқ, бөдене қызық екен да, бөдене да. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Бізге лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер.